Джейд. Апа, әке. Біздің аяқ астынан кеп қалғанымызға қарсы емес шығарсыздар. Джеки, жиенім, сені көргеніме сондай қуаныштымын. Сен Джейдке жақсы ықпал етесің. Рахмет. Менің жақсы ықпал ететініме рахмет айт. Аға? Ол біздің ортақ ағамыз ба? Ол да біздің жиеніміз. Солай емес пе? Гонконгқа не себептен келдіңіздер? Біз соңғы Азазілдің көзін жойдық. Азазіл? Тыныш! Дұрыс айтады, Азазіл Гонконгтың Бұландар аралындағы жаңа аттракцион. Джекидің маған не алып берген қарашы. Мен сенің сағатыңмын. Отырыңыздар, біз шай әзірлейміз. Аяқтарыңызды сүртіңіздер. Тар үндеме, егер апам мен әкем Азазілдерге қатысты әңгімені естіп қалса, маған Джекидің қасында қалуға рұқсат бермейді. Джейд, оқиға аяқталды. Есіктер құлыпталды. Азазілдер жердің астында, тіпті шенжу енді бізге келмейді. Енді не дейсің, Шәндеу? Сендердің сенімдеріңді ақтамағанымды мойындаймын, бауырларым. Бірақ мен әлі сендерді құтқара алам. Біз бостандыққа шығып қана қоймаймыз. Егер маған соңғы мүмкіндікке жүгінуге рұқсат етсеңдер, 100 жыл қамауда отырғанымыз үшін кегімізді аламыз. Сонда қандай мүмкіндік? Ғасырлар бойғы құпия кітап. Мұның күлкілі. Оны тіпті бізде ешқашан ұстап көрмегенбіз. Сен шын өмірдің құрылымын өзгертуге тәуекел етпексің. Ал осы шын өмір саған ұнайма, қарындас? Бұдан жаман жағдай болмайды. Онда мен бәрін ретке келтірер едім. Сендер маған тек осы әлемнен бір рет кетіп, бір адамның, қажет адамның ішіне кіруге рұқсат берулерің керек. Нужного человека. Тағы да шай ішесіңдер ме? Джеки! Джеки Чанның бастан кешкендері, Азазілдер әлемі. Менің кесем. Жылдан мынау мен сірт. Сынған кесе кішкентай. Азазіл. Үйлеріңіз жайлы екен, бірақ біз кетуіміз керек. Кетіп барасыңдар ма? Біз әлі келеміз. Джекидің Аллергиясы бар. аллергиясы бар. Оның көзі қызарып барады. Ол не деп тұр? Оның аллергиясы бар дейм. Бұл қауіпті ғой. Жылдам. Джейд, жылдам бөлмеңе бар. Тез арада үйге қайтып келесің. Не үшін? Өкінішті-ақ, Джейд. Бірақ Джеки жиеніңмен әрі қарай тұра беру қауіпті. Ол үнемі қиындық тудырып жүретін сияқты. Ол қиындық тудырмайды. Ол өзі қиындыққа тап болады. Мен Джекиді таба алмадым. Мен де таба алмадым. Джейд! Алло? Джейд, Джеки! мен қазір әуежайда тұрмын. Шенжу Австралияға ұшып барады. Австралияға ма, не үшін? Жетер, аз уақыттан соң білесің. Джеки! Джеки! Капитан Блэк,
Спутник байланысы арқылы Джекиді таба аласыз ба? Иә, солай. Сондай-ақ ұшақ қажет. Тез арада. Ол кітап жап-жақын жерде. Әне ол. Каракольчита! 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 Джеки! Ой, Не істеп жүргеніңді білмем, бірақ оның жақсылық емес екені анық. Міне кітап. Ғасырлар бойғы кітап. Онда тарихтың бәрі сиқырдың көмегімен жазылған. Тарих сабағы бітті, Шендю. Осылай жазылған, осылай орындалады. Джейд! Апа, әке, мұнда не істеп жүрсің? Бұлаңдар аралына бардым. Неге сарайда емессің? Неге мына бір түрлі киімде киіп отырсың? Мұны өзім де білгім келеді. Қолыңдағы не қағаз? Жылдам, біз құрмет көрсетуіміз керек. Құрмет дейсің бе кімге? Не болып жатыр өзі? Мен... Джейд, бұған тыйым салынған ел. Шендю? Шендю тірі ме? Мен бәрін... Джеки! Мынау қандай шаш үлгісі? Мұнда не істеп жүрсің? Жұмыс істеп жүрмін. Айдаһардың артын жинап жүрсің бе? Сен қайда болдың, Джейд? Униформаң қайда? Неге бәрі униформа киюлері керек? Жоғарғы әмірші, сиқыршы қожайын лорд Шендю барлық қызметкерлерге қойған талабы осындай. Сонда сен Шендю әлемді басқарып отыр дейсің бе? О, жоқ әрине. 8 әміршінің әрқайсысының өз патшалығы бар. Қашаннан бері? Тарих басталғаннан бері. Соған бүгін не болған? Тарих? Ағам ғасырлар бойғы кітапта бүкіл тарих сиқырдың көмегімен жазылған деп еді. Онда Шендю сонда бірдеңе жазып өткенді өзгерткен. Сондықтан оның көзі жойылған жоқ. Әзәзілдер де ешқашан есіктердің арғы жақтарынан қамылған жоқ. Ал қазір... Мен әзәзілдер әлеміндемін. Джеки, біз сөйлесуіміз керек. Джеки, қайдасың? Бүгін сен қожайынның шомылатын орнын тазалап шығуың керек. Тазаламайым. Содан соң ваннаға жаңа шығарылған қиды толтыруың керек. Бүгін тырнақ күні. Сондықтан қожайынның тырнағын алуды ұмытпа. Джеки, маған құлақ сал. Мен Шендюге қызмет етпеймін. Сен де қызмет етпейсің. Әлемде әзәзілдер емес адамдар басқарады. Әзәзілдерді әлдеқашан жер асты әлеміне ажалсыздар қуып жіберген. Сонан соң олар шықты. Ал біз оларды қайтып қуып жібердік. Бірақ Шендю сенің ішіне кіріп алды. Ғасырлар бойғы кітаптау өткенді өзгертті. Ақылыңнан адасыпсың. Маза қылып тұрмысың. Адамдар әлемді басқарады дейді. Шын айтып тұрмын, біздің қалаларымыз, көліктеріміз, компьютерлеріміз және менің сағатым бар. Қарашы, міне менің сағатым. Сағат деген не? Мен сіздің сағатыңызбын. Жоқ. Сиқырға тыйым салынғандығын білесің ғой. Бұл сиқыр емес. Мұны адамдар ойлап тапты. Бұл сағатты маған сен бердің. Бірақ мұны ұмытқан сияқтысың. Джейд, сенің айтып тұрғаның шындық болса, неге менің есіме ештеңе түспейді?
Білмейм, мүмкін. Джейджан зұлымдыққа қарсы күресте пысық сыбайлас болды. Мына кітаптың бір беті. Мұнда мен туралы жазылған. Бұл көшірілмеген. Сондықтан бұрынғы күйінде қалған. Міне сол себепті бәрі менің есімде. Мына киімді де сол себепті әлі киіп жүрмін. Кешкі асқа шақыруда. Жылдам. Қожайын сені көріп қоймастан бұрын киіміңді ауыстыруың керек. Бейімделуге тура келеді. Тарихымды көрінбейтін жерде сақтаған дұрыс болады. Джеки, қайдасың? Джеки! Билеңдер, менің сайқымазақтарым, билеңдер! Стақ! Көңілдірек! Мәссаған! Сен бісің! Неге бас емейсің? Ұлы мәртебелім, менің ақылсыз жиенімді кешіріңіз. Егер оны кешірмесем, ол қазір өртеніп жатар еді ғой. Кешкі асымды алып кел. Иә, қожайын. Джеки! Сіз үшін ең дәмді тағам. Сен жақсы құл болдың, Джеки Чан. Сізге қызмет көрсеткеніме ризамын, қожайын. Дұшпаныңды көз алдыңда ұстау ақылдылықтың белгісі ғана емес, ол жағымда. Бұрынғы болған нәрсенің бәрі шендеудің несінде? Балақай, Я, қожайын. тырнағымды алшы. Қандай жеркенішті. Оның тырнағын тегістеуді ұмытып кеттің. Джеки, енді ешқашан оның аяғының қасында жақындап бармайым. Ал сенімен ол зат секілді сөйлесет. Сұмдық. Басқа не істей алам? Мен тек ас үйдегі қызметшімін, оның құлымын. Мен танитын Джеки Чан ешқашан босаңсыған емес. Ол батыр болатын. Сонда ол қалай болды? Тағы да сондай болуыңа болады, Джеки. Тарихты жөндеу керек. Ғасырлар бойғы кітапты көшіріп жазуға көмектесші. Қайда баруымыз керек? Бірақ қызметшілерге кітапханаға кіруге болмайды. Джеки, біз қызметшілер емеспіз. Джейд, абайла. Міне. Кетіңдер. Аға? Мұнда тек кітапханашы ғана кіре алады. Аға, бізді сен ғана құтқара аласың. Біз бір кітапты іздеп жүрміз. Тыйым салынған. Кітаптарда сиқырлы дұғалар жазылған, оларды оқуға тыйым салынған. Ғасырлар бойғы кітап? Ешқашан естіген емеспін. Сенімдісің бе? Жоқ, Мүмкін мұнда мұнда шығар. емес. Мүмкін мұнда. Жоқ, бұл кітапханада істеп жүргеніме 60 жыл болды. Мен солай екендігіне сенімдімін. Шын ба? Шан, Мен қазір келем. тыйым салынған сиқыр. Қорқпа, қарапайым атлас. Егер кітап бұл кітапханада болмаса, демек ол басқа жерде. Австралияда. Адам тұрмайтын құрлық. Онда мүлде адам жоқ. Онда мүлде ештеңе жоқ. Тек қана бекініс. Бекініс бірдеңені қорғау үшін салынады. Бірақ бекініске жақындаған адамның дереу көзі жойылатынын да білеміз. Біз сонда қалайда кіруіміз керек. Не үшін? Шенде ғасырлар бойғы кітапқа бірдеңе жазып ақиқатты өзгертті. Бұл ессіздік. Сен оған сенбейсің ғой, иә? Мен бір нәрсеге ғана сенемін. Әлемді әзәзілдердің басқаратындары жаман. Тамаша, қара аға, мен шын айтып тұрғанымды дәлелдей алам. Мен сіздің сағатыңызбын.
сен? Көлеңкелер қауымы. Кітапты мынау ашты. Мыналардың сазайларын бер, Джеки. Қалай сонда? Өзің білесің ғой енді. Соғыс өнеріне тыйым салынған. Мен мүлде төбеле салмайым. Шын айтып тұрмысың? Есесіне қашалам. Джеки! Менің шашым. Саған осылай жарасады. Тоқта. Мұнда. Одан да мұнда. Бас тесік. Мұнда тағы бір есік бар. Басқа есік жоқ сияқты. Мені күте тұр. Керемет. Қожайынның құпия зертханасы. Осында кірген адамның жазасы. Аға, сен бізді құтқардың. Басқа не істеуім керек еді? Сендер менің жанұямсыңдар ғой. Сиқырлы дұға. Саған сиқырлы кітаптарды оқуға болмайды ғой. Аз ғана қарап шықтым. Біз кетуіміз керек, аға. Ертеме кешпе Шендю сенің сиқырды нинзяларды қуып шығу үшін қолданғаныңды. Біліп қояды. Қайда барамыз? Фирмалық жүрдек пойызбен Австралияға кетеміз. Мүмкін емес. Жолымыз болып бұл жерден қашып кетсек те, онда қалай кіреміз? Бойтұмарлардың көмегімен. Қандай бойтұмар? Аға, өзің ұмытып қалған кішкентай сиқырлы айлаңды есіне түсіріп қояйын. Бұл Шендюға сиқырлы күш беріп тұрған 12 бойтұмарды шығарып алуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкін емес. Қараңдар. Енді сенесіңдер ме? Шан! Джеки! Джеки! Жалғасы бар.